Biz kichkina g'ana o'zimizning meylimli qizlarning kulgisini hozir ko'rsatamiz. Hozirgi ko'ktem merekesi. Peyzajlarda esimizga, peyzaj emas, janrlarda esimizga tushiradigan aqniyat. Janrning qanday turlarini bilamiz. Ayta qo'ying, esimga tushiribchi. Portret, графика, Birinchi suratni bastau uchun biz janrlarda esimizga tushirdik. Әрине qanday surat salsak da biz taqribga байланысты салады екенбіз. Қазіргі жыл мезгілі қандай мезгіл? Әрине қандай керемет айналамызға қарасақ, біз яғни пленерге шығып отырмыз. Табиғат аясына. Мінекей табиғат аясында біз не байқаймыз? көктемде көрінісі. Көктемнің көрінісін, құстар ұшып келе, құстарға ұя салып жатыр. Осының бәрін қазір арнайы салып көрсетеді. Енді жанрға тоқталатын болсақ, сен сала бер. Жанрға тоқталатын болсақ, портрет дегеніміз ол адамның
бөлісі қысқа. Сурет салған кезде біздің тақырыптарымыз жанрға бөлінеді. Мысалы, портрет десек, адамның портретін салады. Автопортрет болса, адам өз портретін салады. Пейзаж болса, табиғат көрінісін саламыз. Анималистік жанр болса, жан-жануарларды саламыз. Баталдық жанрда соғыс тақырыбына саламыз. Тарихи жанр болса, егер әдебиеттегі сияқты ғой, тарихи жанрда тарихта болып кеткен жағдайларды салады екенбіз. Соның ішінде біз бүгін пленерге, яғни табиғат аясына шыға отырып, біз яғни пейзажды таңдап отырмыз, көктем көрінісі. Енді мына Ақниеттің салған суретін аяқтап болып қалды. Қуаныш, көктемдік қаншадан әсер бар, көктемдік қаншадан адамның құлпыры, бәйшешектей гүлдеп, сол үшін мына кішкене бізге ғана сыйлығымыз бар. Мына біздің директорымыздың Масламен салған суретін